Сәлем достар, giveaway арнама қош келдіңіздер. Қалайсыңдар? Осы видеода мен достармен бірге медеуге бара жатырмыз. Жол жөнекей, менің ойым сізге Алматының жанында орналасқан 10 әдемі бағыттарды бөлісу. Ал бастайық. Ең бірінші орын бұл Юнацкая көлі. Юнацкая көлі өте жақын орналасқан, қиын еш нәрсе жоқ, жап-жақын орталыққа, сол үшін бұл бірінші орында тұр. Екінші орында бұл әрине Медеу мұз айдыны. Бұл жерде әр қайсыларын білесіңдер, қыста, жазда алматылықтар ең сүйікті жерлердің бірі. Үшінші орында Бутаковка шатқалы. Шатқалының жанында Бутаковка атты сарқырама бар. Ол өзі әдемі, бірақ қана Бутаковкаға апаратын жолы да өте әдемі. Төртінші орында Табаған мен Ой-Қарағай тау курорттары. Оған баратын жол өте әдемі. Өте көп бұрылыс бар, серпантин да бар оның арасында. Әп-әдемі мейрамханалар бар. Бесінші орында үлкен Алматы көлі. Бірақ ол жаққа шейін мотоциклмен бара алмайсыз. Ең көбісі экопосттан өтіп, одан кейін бір 5 шақырым жерге ғана бара аласыз. Одан кейін ол жақта шлагбаум тұр, өтінішке орай. Сонда да өте әдемі жер. Ол жаққа баратын жолда Сұлусай деген тау курорты орналасқан. Ол жаққа барып шай ішіп ала аласыз. Алтыншы орында Ушқоңыр тұр. Ушқоңыр ол Ұзынағашқа баратын жолда орналасқан. Ол жақтың да жолы өте әдемі, серпантин бар, жолсыз ешқандай жол жоқ, әдемі асфальтпен бара аласыз. Жетінші орында Иссік көлі. Ол жаққа баратын да жол өте оңай, қиын еш нәрсе жоқ, жеңіл, ауыр мотоциклмен де бара аласыз. Сегізінші орында Қаскелең шатқалы. Ол жаққа бару үшін сіз Ақжардан Ұзынағашқа апаратын жолмен барасыз. Экопосттан өтіп, жоғары жаққа, оңтүстікке қарай мотоциклмен жүресіз. Ол жаққа палаткамен мотокемпинг жасай аласыз. 9-шы орында Бақтақ егіншілігі, немесе форелевое хозяйство. Алматының жанында бірнеше осындай егіншіліктер бар. Ал ең соңғы орында Қапшағай. Неге ең сол орында? Өйткені Қапшағай енді ол жаққа баратын жолдың ешқандай әдемілігі жоқ. Өйткені тек қана автомобильмен барасыз. Сосын жазда барар кезде өте ыстық, мотоциклмен жүрсеңіз де өте ыстық болады. Мені қараңдаршы, осы жігіт Олег, білесіз ғой, Олегті мені мотоциклді сындырып алды мені. Бірдеме сынып, стоба, істемей, өзі сондай бар ғой. Мына жігіттерге қарасамдаршы, мені Алишер келді. Сәлем айтсаңшы менің... Ассалаумағалейкум, жігіттер, қадырды мырзалар. Дұрыс. Че там? Мына қарашы мына. Алыңыз қалай? Екі Африка тұр мына. Екі Африка. Мен мына екеуінде жырып қалдым ғой жолда. Жырып тастадым бар ғой. Екеуінде. Анау шыдамай тормозы сынып қалды анада. Артық тормоз лампочкасы. Тормоз лампочкасы Глеб Поль сделала просто.